Сәлем, жасанды интеллект бойынша тегін сабаққа қош келдіңіздер. Ең алдымен танысып алайық. Бұл сабақтың авторы мен Роза Сәкен қызы, жасым 22-де және де Алматы қаласынан боламын. Жалпы маркетинг саласында 3 жылдан аса опытым бар. Қазіргі таңда SMM таргетолог және де AI креатор болып жұмыс жасаймын. Осы уақытқа дейін көптеген брендтердің инстаграмдарын жүргізіп, дамытып берген болатынмын. Енді жаңадан шыққан мамандықты, яғни жасанды интеллектті де үйреніп, өзімнің саламда қолданып жүрмін. Өзім толықтай үйреніп, осы жиымен айналысып жатқаныма жалпы 4-5 айдың көлемі болып қалды. Ал негізгі мамандығым бойынша мен дизайнермін. Ал осы иді біз бір семестр бойы универде оқып, кәдімгідей жасанды интеллектке бөлек пән арнап оқып шыққан болатынбыз. Көптеген сайттармен жұмыс жасап, практикалап етіп, қазір міне жұмысыма айналып отыр. Жалпы өзім жайлы түсінікті болды деп ойлаймын. Енді сіздер де комментке өздеріңізді таныстырып, қай қаладан боласыздар, қазір немен айналысасыздар, жазып кетсеңіздер болады. Енді бірден келісіп алайық, сабақты бастамас бұрын барлықтарыңыз мені сабақ соңына дейін тыңдап, комментарийге өз пікірімізді жазып отырамыз, хорошо? Мен кейін міндетті түрде барлық комменттерді оқып шығатын боламын және сіздерге жауап беремін. Шәкірт позициясында болып, тек менен көбірек білімді алып кетуге тырысыңыздар, сіздерден артық ештеңе сұрамаймын. Бұл сабақтарда кейбір дүниелерді мен айтпасам да сіздер білулеріңіз мүмкін, сондықтан іштей ғана мен білемін деп отыра беріңіздер. Ал сабақ соңында сіздерге бонус каналымды беретін боламын. Оны қалай алу керек екенін сабақ барысында міндетті түрде айтамын. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Сабақты тегін екен деп құнсыздандырмаймыз, хорошо? Келістік қой, ендеше сабағымызды бастайық. Жалпы бүгінгі сабақтың тақырыбы жи арқылы қалай табысқа шыға аламыз. Яғни бүгінгі сабақта сіздер жалпы жасанды интеллект дегеніміз не, яғни и дегеніміз не, жи арқылы қалай табыс табуға болады, және де неден бастау керек, және де айына 500 000 теңгеге шығудың нақты жүйесімен алғашқы клиенттерді қалай табамыз, соны алып кететін боласыздар. Сондай-ақ осы тегін сабақта сіздермен практикалық сабақты да үйренетін боламыз. Бұл сабақ жай ғана теория емес, бұл практика қосылған плюс нақты жол. Яғни осы сабақта жасанды интеллектпен видео жасауды сіздер үйренетін боласыздар. Жалпы жасанды интеллект дегеніміз не, жи деген не? Ол бізде бұл сенің, яғни сіздің жұмысыңызды жеңілдететін құрал. Орысша баламасы и, яғни искусственный интеллект деп аударылады. Бұл дегеніміз мамандық емес, бұл жай ғана құрал, яғни ақша табатын сіз, ал и сізге көмектеседі. Қазір жи арқылы көптеген тексттерді жазуға болады, сценарий жазуға болады, фото жасауға болады, видеоларды жасауға болады, тіпті дизайн мен презентацияның өзін де дайындап бере алады екен. Яғни кез келген бизнесіңді ерекшелендіруге мүмкіндік бар. Өздеріңіз уже көрген шығарсыздар, жасанды интеллектпен, яғни нейросетпен неше түрлі видеолар қазір шығып жатыр. Барлығы бір-бірінен асқан күшті ерекше етіп жасап жатыр. Кез келген заттарды сөйлетіп деген сияқты. Немесе адам миына мүлдем кіріп шықпайтын неше түрлі күрделі фотоларды да көріп таң қалып жатырмыз. Еще олар 5-10 минутта нейросеттердің көмегімен жасалынып жатыр. Яғни нейросет дегеніміз бұл жасанды нейрондық желі. Бұл адамның миының жұмыс істеу тәсілінен шабыт алып жасалған компьютерлік модель болып табылады. Ол деректерді үйреніп, талдап, сол арқылы шешім қабылдауға немесе болжауға көмектеседі екен. Яғни қарапайым тілмен айтқанда, миымызда нейрондар ақпаратты өңдейді ғой. Дәл сол сияқты нейросетте де жасанды нейрондар бар. Олар бір-бірімен байланысып ақпараттарды өңдейді, және де қазіргі күннен күнге нейросеттердің көптеген түрлері шығып жатыр. Олармен сіздерді практикалық сабақта қазір таныстыратын боламын. Қазіргі кезде жасанды интеллект арқылы табыс табудың бірнеше нақты жолы бар. Ең бастысы осы мүмкіндікті уақытында пайдаланып қалу керек. Қазір сіздерге 3 нақты табыс табуға болатын жолдармен бөлісетін боламын. Бұл бізде ең бірінші әрине заказға фото немесе видео дайындап берсеңіздер болады. Мысалы, қазір love stories, өзін-өзі таныстыру видеолары, немесе тойға неше түрлі шақырту видеоларына брендтерге арнап креативный видео жасауға заказдар өте көп.
Қазір жасанды интеллекттің дамып тұрған кезі болғандықтан бәріне қызық және де бәрі жасатқысы келеді. Және де услугаңызды қанша сұрасаңыз да әрбір клиент сізге төлеуге дайын. Өйткені сұраныс жоғары болып тұр. Темірді қызған кезінде бас демекші, сіздер де уақытты жоғалтпай қазірден бастап үйреніп алғандарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Даже неше түрлі графикалық дизайнды да осы жасанды интеллекттің көмегімен жасап, оны сатуға болады. Егер SMM немесе мобилограф болсаңыз да өзіңіздің қолыңыздағы проектпен келісіп, осылай жасанды интеллекті араластырып жұмыс жасағым келеді, маған окладтан бөлек доплата жасайсыздар ма деп сұрасаңыздар, клиентіңіз сізге қуана келісетін болады. Ал енді екінші способ ол әрине YouTube арқылы табыс табу. Кез келген қызықты мультфильм форматында болсын, видеоларды шортс немесе YouTube'тың өзіне салсаңыздар болады. Күнделікті сценариймен видеолар салып отырсаңыз, видеоларыңыз қызықты болатын болса, ол міндетті түрде рекомендацияға шығатын болады. Егер видеоларыңыз жақсы просмотр жинап жатса, онда YouTube'та монетизация деген бар, соны қосып қоясыздар да зарплатаны алып отыра бересіздер. Получается, видео салғаныңыз үшін YouTube сізге өзі ақша төлеп отырады. Ал үшінші способ жеке брендті дамыту арқылы блогыңызды жүргізіп, яғни иді жетік меңгеріп алған соң, мен сияқты обученияны оқытып немесе курсыңызды дайындап сата бересіздер. Және де ең бастысы осының барлығын үйден шықпай-ақ жасауға болады. Күшті. Студенттер болса, гипкографиямен жұмыс істеп жүрген, немесе декреттегі аналар болса, немен айналысарын білмей отырғандар болса, бірақ үйде отырып табыс тапқысы келетіндерге, не болмаса өзіңіздің тұрақты жұмысыңыз болса да бос уақытыңызды осы саламен қосымша табыс табуға арнасаңыздар болады. Сондай күшті мүмкіндіктер бар. Енді сіздермен қалай табысқа шығуға болады, соның формуласымен бөлісемін. Мен мысал ретінде 500 мың теңге табыстың, яғни 500 мың теңге табудың формуласын нақты айтып беретін боламын. Өздеріңіз қанша сумма тапқыларыңыз келеді, соған байланысты өздеріңіз есептеп аласыздар. Көп адамдар бір нәрсені қате ойлап жатады, яғни ақша табу үшін маған өте көп клиент керек деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде мүлдем олай емес. Сізге мүлдем 100 клиенттің мүлдем керегі жоқ, яғни сізге нақты жүйе керек. Қарапайым есеппен түсіндіретін болсам, егерде мысалы сіз 5 клиент тапқыңыз келсе және де әрқайсысы сізге 100 мың теңгеден төлейтін болса, сіз айына 500 мың теңге табатын боласыз. Немесе 10 клиент табатын болсаңыз, әрқайсысы 50 мың теңгеден төлейтін болса, тағы да сізге 500 мың теңге шығады. Получается, 10 клиентті 50-ге көбейтсең 500 мың. Яғни мәселе клиенттің көптігінде емес, мәселе ол сіздің ұсынысыңызда. Көп адам дәл осы жерде қателесіп жатады. Олар бәрін бірден жасағысы келеді, мысалы әртүрлі қызмет ұсынады, өздері де нақты не сататынын түсінбей қалып жатады. Ал клиентке ең басты керегі ол қарапайым және де түсінікті ұсыныс. Получается, клиент бірден түсінуі керек, сен оған нақты не бере аласың және де қандай нәтижені шығарасың. Сондықтан сізге бар болғаны 3 нәрсе керек. Біріншісі ол бізде нақты бір қызмет, мысалы тек қана контент жазу немесе тек қана видео жасау деген секілді. Ал екінші түсінікті ұсыныс болу керек. Получается, яғни сіздің қызметіңіз қандай пайда келетінін анық айта алуларыңыз керек болады. Ал үшіншісі нақты жүйе. Яғни сен клиентті қалай табуың керек, қалай табасың, қалай сөйлесесің олармен, қалай сатасың, бәрін алдын ала белгілі болуы керек. Осының барлығы алдын ала белгілі болуы керек. Сол кезде ғана сізде тұрақты табысқа шыға аласыз. Сондай мүмкіндіктер болады. Ең маңыздысы, ең бастысы үлкен ақшалар көп клиенттен емес, дұрыс құрылған жүйеден келетінін ұмытпағандарыңыз жөн. Жалпы сіздерге кеңесім, қазірден бастап кетіңіздер. Егер де тұрақты табыстарыңыз жоқ болса, немесе қосымша табыс тапқыларыңыз келсе, қазірден бастау керексіздер. Неге дәл қазір бастау керек? Себебі Қазақстанда нарығы әлі толық дамып үлгермеді. Көптеген бизнестер әлі күнге дейін жасанды интеллектті қолданбайды, немесе қалай қолдану керектігін әлі білмейтіндер көп. Бұл дегеніміз мүмкіндік өте көп деген сөз, яғни мүмкіндік бар, Қазір бәсеке аз болып тұрған кезде, ал сұраныс күн сайын өсіп
өсіп жатыр. Яғни сіз дәл осы уақытта бастайтын болсаңыз, нарықта ерте кіргендердің қатарында боласыз. Получается, идің дамығанына әлі 1 жылда болған жоқ, немесе 1 жыл енді ғана болды. Ал тәжірибе көрсеткендей, кез келген салада ең көп ақша табатындар ол бізде бірінші болып кіргендер екен. Ал кейін бәрі үйреніп кеткен кезде кіру бізде кішкене қиындайды. Ол кезде клиентіміз де азаяды, клиенттің барлығы конкуренттерде болады. Ал қазір ең ыңғайлы уақыт деп айтқым келіп тұр. Енді сұрақ туындауы мүмкін, нөлден бәрін қалай бастаймыз деген, Ең бастысы айтарымыз сіздерде бәрін бірден үйренуге мүлдем тырыспау керек. Көп адам дәл осы жерде тоқтап қалып жатады, себебі ақпарат өте көп, қайдан бастарын білмейді. Яғни сіздің бірінші қадамыңыз бұл бір бағытты таңдау керек болады. Мысалы, контент жазу немесе видео жасау деген секілді жаңа айтып өткенімдей. Бір бағытты таңдаған соң, соған керек 2-3 құралды тағы үйренесің. Ары қарай, получается, мысалы, ChatGPT деген секілді, одан кейін Gemini, одан кейін Klingай деген секілді. Получается, одан кейін ұзақ дайындалып отырмай, бірден практикаға өтетін боласыздар. Бұл идеальный болмауы мүмкін, бірақ бастау үшін өте жеткілікті портфолио. Енді бізде келесі қадам ол бізде клиент табу, яғни клиентті біз қайдан табамыз, осы иді үйренгеннен кейін қалай клиентпен жұмыс жасаймыз, соның барлығы сіздерде сұрақ болып туындауы мүмкін. Енді осы сұраққа жауап қайтарайын. Көп адамдар осы жерден қорқады, шын мәнінде бәрі мүлдем қарапайым, яғни сізге қызық болатын 10-15 аккаунтты ең алдымен таңдап аласыздар, соларға нақты ұсыныспен жазасыздар. Получается, анализ жасаймыз, бірден сатуға тырыспай, алдымен өзіңіздің құндылығыңызды көрсетуіңіз керек. Мысалы, тегін 2-3 фото немесе видео жасап беруді өздеріңіз ұсынасыздар. Осылайша өзіңізді көрсетіп, және де сенімді қалыптастыратын боласыздар. Ең бастысы күтудің мүлдем қажеті жоқ, қазірден бастап әрекет ету. Өйткені бұл салада нәтиже біліммен емес, әрекетпен келеді. Сондықтан да бізде практика жасау ол міндетті түрде. Алғашқы клиенттерді табу ең қиыны, қорқынышты сияқты көрінгенімен, бірақ шын мәнінде бұл нақты жүйе арқылы өте қарапайым жасалатын процесс. Мұнда ең бастысы дұрыс әрекет жасауларыңыз керек болады. Қазір сіздерге бір схемамен бөлісемін. Бұл схема үшін алдымен өзіңізге керек 20 аккаунт таңдайсыз, немесе одан көп таңдасаңыз да болады. Бұл бізде бизнес парақшалар болуы мүмкін, эксперттер, немесе контенті әлсіз, бірақ потенциалы бар аккаунттар болуы мүмкін, немесе көптен бері қарап жүрген адамыңыз болуы мүмкін, бірақ ол контенттерді жасамайды, мен жұмыс жасамайтын болатын болса, онда сізге тағы да плюс болады. Получается, оларға жай ғана қарап қоймайсыз, қысқаша анализ жасайтын боласыз, қай жері әлсіз, қай жерде өсіруге болады, қандай контенттер қолдануға болады, контентінде не жетіспейді, соны түсінулеріңіз керек. Осыған байланысты, осыдан кейін ғана нақты ұсынысты өзіміз дайректеріне ұсынып жазатын боламыз. Мен сіздің контентіңіз маған өте қатты ұнайды, бірақ сіз имен жұмыс жасамайды екенсіз, давайте мен сізге видео жасап берейін деген секілді, не болмаса видео соған дайындап, сол авторский жіберетін болсаңыздар, егер де ол адам қабылдайтын болса, ол сіздерге уже плюс, ол сіздерге уже портфолио, ол сіздерге плюс клиент болады. Ол қазір сатып алмаса да, біраз уақыт өткеннен кейін сіздің парақшаңызды зерттей отырып, ол міндетті түрде сіздің клиентіңізге айналатын болады. Және де тағы бір нәрсе айтып кетейін, көп адамдардың қателігі, яғни осы қателікті жасамауға тырысыңыздар, бірден мен өздеріңіздің услугаларыңызды сатуға асықпаңыздар, мен осыны сатамын, мен иді сатамын, курс сатамын, обучение сатамын деген сияқты мүлдем керек емес. Ең алдымен бірінші практика жасап алу міндетті түрде. Бұл схема бізде өте эффектный жұмыс жасайды. Неліктен жұмыс істейді десеңіздер, өйткені сіз бірден ақша сұрамайсыз, алдымен нәтижені көрсететін боласыз. Яғни сенім қалыптастырасыз. Клиент сіздің жұмысыңызды көргеннен кейін ғана сізге төлеуге дайын болады. Ол сізге сенгеннен кейін ғана төлейтін болады. Тағы да бір маңызды нәрсе, бұл бізде статистика. Егер де сіз 100 адамға жазатын болсаңыз, шамамен 10 адам жауап беруі мүмкін. Соның ішінде 2-3 адам ғана клиентке айналуы мүмкін. Сондықтан да маған ешкім жауап берген жоқ деп 5-6 адамнан кейін тоқтап қалмау керек. Бұл жерде жеңетін, яғни көп жазған емес, жүйелі түрде жазған адамдар екен. Сондықтан да міндетті түрде жазудан қорықпаймыз, ұялмаймыз. Өзіміздің услугамызды сатудан да мүлдем қорықпау керек. Ақша тапқыларыңыз келсе, табысқа шыққыларыңыз келсе, ештеңеден ұялмаңыздар. Бұл сіздердің жұмыстарыңыз, хорошо? Енді қорытындылай келсек, клиент іздеу бұл бізде
бізде сәттілік емес, бұл цифрлардың ойыны, яғни сіздер цифрлармен жұмыс жасауларыңыз керек. Кім әрекет жасайды, сол бізде нәтижені алады екен. Енді мен сіздерге тағы да бір ұсыныс ұсынғым келіп тұр. Көбісі сұрау мүмкін, курс өтесіз бе, ден сізде курс бар ма деген секілді. Мен осы сұраққа қазір сіздерге толықтай жауап қайтаратын боламын. Так, енді ең маңызды жеріне келдік. Менде бойынша, яғни жасанды интеллект бойынша толық курс бар. Негізгі оның бағасы 10.000 теңге. Ал дәл бүгін алсаңыздар, яғни осы тегін сабақты көріп алатын болсаңыздар, сіздерге 50% жеңілдікпен 5.000 теңгеге бере аламын. Бірақ шынымды айтайыншы, мүлдем қазір көптеген қателіктердің бірі, көптеген адамдардың қателігі курс алудың мүлдем қажеті жоқ. Даже мен өзімнің курсымды сіздерге предлагать еткім келмейді. Өйткені курс бізде мүлдем нәтиже бермеуі мүмкін. Нәтиже берген күннің өзінде де ол 100%-тің примерно бір 20-30% ғана. Көптеген адамдар курсты сатып алады, сол телеграм каналда архив болып сақталып қалып қояды. Көбісі просто так жұмыс жасамай сол бойынша қалып қояды. Сондықтан да курс емес, сіздерге ұсынатыным челлендж. Айтып өткенімдей, жай ғана курсты сатып алу, ол сізге мүлдем тиімсіз, нөлден бастаған адамдарға мүлдем түсініксіз болуы мүмкін. Неге десеңіз, адамдар курсты сатып алады, бірақ соңына дейін көбісі көрмей жатады, телеграмда архивте қалып қояды. Немесе қарап шығады, бірақ практика жасамайды. Соның кесірінен нәтиже де болмайды, ақша да болмайды, және де уақытымыз просто так босқа кетеді. Сондықтан мен сіздерге жай ғана курс емес, одан да тиімді формат ұсынғым келіп тұр, яғни бұл бізде челлендж. Бұл жерде сіздер тек қана тыңдап отырмайсыздар, тек қана теорияны көрмейсіздер, яғни сіздер практикалай етіп, күнделікті нақты тапсырмаларды орындап, яғни иді бірге жасап үйренетін боламыз. Видеоларды бірге жасаймыз, Челлендж бізден 7 немесе 10 күнге созылады, яғни осы уақыт ішінде біз күн сайын арқылы видео жасауды үйренетін боламыз. Мен сіздерге дайын туториалдар, нақты қадамдар, оны жалпы қалай жасау керек барлығын түсінікті етіп беретін боламын. Туториалдардың барлығын шаг-шагымен көрсететін боламын. Яғни сіздер тек қана қарап қоймай, сол күні бірден жасап шығатын боласыздар. Яғни мен тапсырманы беремін, артынан сіздер бірден жасайсыздар. Видеоларыңыз дайын болғаннан кейін Инстаграмға контент түрінде саласыздар. Дәл осылай біз 7 немесе 10 күн бойы жұмыс жасайтын боламыз. Оны өздеріңіз таңдайсыздар. Қалай сіздерге удобно, қалай тиімді, соны таңдайтын боласыздар, Яғни күн сайын дайын бір видеоны сіздер Инстаграмға салып отырасыздар. Ол сіздерге өте үлкен плюс болады. Соның арқасында челлендж соңында сіздің қолыңызда, егер 7 күндікке қатысаңыз 7 видео, егер 10 күндікке қатысаңыз 10 күнде 10 дайын контент болады. Жай ғана теория емес, нақты тәжірибемен бірге жасайтын боламыз, Тағы да ең үлкен бір плюс бұл бізде сіз жалғыз болмайсыз. Барлық қатысушылар үшін барлық ортақ группа ашылады. Яғни кім осы челленджге қатысады, соларға арнап группа ашамын. Сол жерде бәріміз бір-бірімізді қолдаймыз, бір-бірімізге коммент жазамыз, бір-бірімізге лайк басамыз, сол арқылы бір-біріміздің ахуатымызды көтеруге көмектесеміз. Бұл өте маңызды, себебі алғашқы актив болған кезде видеолардың рекомендацияға шығу мүмкіндігі жоғары болады. Яғни сізде қана үйреніп қана қоймай, бірден нәтиже алуға бір қадамды жақындайтын боласыздар, Сонымен қатар сіздерге ештеңені өзіңіз ойлап табудың мүлдем қажеті жоқ. Көп адамдар мен, яғни жасанды интеллектпен жұмыс жасаған кезде ең қатты қиналатын жер осы жерде. Бұл бізде, яғни промпты дұрыс жаза алмау. Егер де промпты дұрыс жаза алмасаңыз, не фотоңыз дұрыс шықпайды, не видеоңыз дұрыс шықпайды. Чтобы өздеріңізге удобно болу үшін промпты мен сіздерге алдын ала дайындап беремін. Яғни тесттен өткен, жақсы видео шығара алатын, жақсы фото шығара алатындай промпты алдын ала менен осы челленджден ала аласыздар, Яғни сіздер соны қолдана отырып, уақыттарыңызды үнемдейсіздер және де бірден нәтиже көретін боласыздар. Енді бағасына келетін болсақ, қазір нарықта осындай челлендждерді ұйымдастыратын креаторлар, сенесіздер ме, сенбейсіздер ме, 30 мыңнан жоғары алады. 30 мың, 40 мың, тіпті біреулер 50 мың теңгеге дейін осы челленджді сатып жатыр. Бірақ мен сіздерге онда үлкен сумманы айтқым келіп тұрған жоқ. Өйткені сіздер бөлек осы сайттарына да бөлек ақша төлейтін болғандықтан
мен челленджді сіздерге удобный форматта қолжетімді бағада ұсынғым келіп тұр. Негізгі челлендждің қатысу бағасы 7 күндік ол бізде 7500 теңге, ал 10 күндік челлендж ол бізде 10500 теңге болады. Яғни сіз аз ақшаға тек қана ақпарат емес, нақты практика аласыз. Дайын құралдар беріледі, дайын промпттар беріледі, туториал каналдарында күнделікті сабақтар болады, және де қолдау болады бір-бірімізбен, нәтижеге жеткізетіндей нақты жүйені алып кете аласыздар. Егер де шынымен де мен бастаймын десеңіз, ұзақ ойланып отырмай дәл қазір жазғаныңыз дұрыс. Өйткені челленджді мен біраз уақыт жасайтын боламын алдағы уақытта, бірақ уақыт өткен сайын мен де челлендждің бағасын кішкене көтеріп отырамын. Сондықтан да аз бағамен, тиімді бағамен, қолжетімді бағамен тіркеліп үлгеріңіздер дегім келіп тұр. Ал челленджге қатысу үшін де маған WhatsApp номерге немесе Instagramға мен тегін сабақтан келіп тұрмын, челленджге қатысқым келеді деп жазатын болсаңыздар, тағы да толық ақпаратты жіберетін боламын. Және де апатаны қалай жасаймыз, тоже сілтемесін жіберетін боламын. Тағы да айтып өтейін, челленджді алған әрбір қатысушыға міндетті түрде дің курс каналын бонусқа, яғни сыйлық түрінде сіздерге беретін боламын. Сондықтан да сіздер өте үлкен плюстасыздар, қазірден бастап алып үлгеріңіздер. Және де челлендж қашан басталады, қашан аяқталады, соның барлық даталарын мен өзімнің Instagram желіме, яғни парақшама салып отыратын боламын. Сондықтан тоже тіркеліп алыңыздар. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Сіздерге өте пайдалы, құнды ақпараттар берілді деп ойлаймын. Осы видеоны тегін сабақты соңына дейін қарағандарыңызға өте үлкен рахмет, алғысымды білдіремін. Және де сіздерге алдағы уақытқа сәттілік тілегім келеді. Қош сау болыңыздар. Практикалық сабақтарды төмендегі описаниеден көре аласыздар. Ссылканы басып, Telegram каналға видеолардың барлығын дайындап салып қойдым. Рахмет, сау болыңыздар.